үй таңдағанда энергетикасына қарап таңдау керек, иә. Больница, морг деген сияқтының қастарынан үй алмаңыздар. Кейбір адамдардың үйлері болады, шаруадан шықса үйінің алдында бейіттер тұрады. Мүмкіндігінше ауырысы бана парктың қасы, тау жақтар деген сияқты жерлерден үй алу керек та. Мен мысалы бұрын Россияға барғанда рубль құламай тұрып қазақтарға квартира сдавать етпейтін. Сонда звондағанда казахи дейді, сразу телефон қойып тастайды. Біреуге звондасақ, все хорошо, келіңдер деді, бағасы нормально. Келдік, ар жағын кіріп балконды ашып қалсақ, бутырка түрме ғой. До того адамдар сол квартираны алмайды, потому что ол түрмеге қарап тұр да. Сізде сөйтіп банағы айналаңызға қараңыздар. Атырауда бізде бір квартира болды. Терезеңді ашып қалсаң, женская колонияға қарап тұрады. Мен сіздерге айтайын, анадан кейін миыңыз сізге дұрыс установка бермейді.